Қайырлы кеш, құрметті сайлаушылар, қадірлі ағайын. Бүгін экологиялық мәселелер жөніндегі комитетіміздің соңғы заңын мәжілістің жалпы отырысында екінші оқылымда қабылдап сенатқа жібердік. Бұл заң экологиялық сұрақтарға арналған заң болатын. Бірнеше әріптестерімізбен бұл заңды дайындадық. Бұл депутаттардың бастамашылығымен жасаған заң болатын. Енді осы заңда көптеген мемлекетке, осы халыққа қажетті нормалар қарастырылды. Соларды қысқаша айтып өтуді жөн көріп отырмын. Біріншісі, осы экология саласын цифрландыруға қатысты нормалар енгізілді. Арнайы ұлттық банк болады. Барлық есептер, берілетін ақпараттар сол порталға жиналады. Бұл біріншіден қағазбастылықтан, екіншіден түскен мәліметтердің бәрін талдауға мүмкіндік береді. Кейбір ақпараттарды жасырып қалуға немесе қайталануына жол бермейді. Сондықтан осы президенттің тапсырмасына сәйкес бұл саланы цифрландырып жатырмыз. Екінші мәселе, бұл парниктік газдарға қатысты. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір әлемде осы климаттық күн тәртібі бар. Президенттің жарлығымен Қазақстан 2060 жылға дейін көміртектік бейтараптық ел боламыз деп мәлімдеме жасап, өздеріміз стратегия қабылдадық. Осы жерде парниктік газдарды азайту немесе оларды жұтып алу дейтін сұрақтар бар. Осыған байланысты көптеген инвесторлар осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Біздің елге де келіп сондай технологияларды, әдістерді қолданғысы келеді. Солардың бірі осы парниктік газдарды қысқарту немесе сол парниктік газдарды жұтып алатын орман алқаптарын егу. Бірақ осы жерде бір айта кететін мәселе бар. Ол келген инвесторлар өздері сол көлемді шетелге шығарып, квоталарды сатқылары келіп, және басқа дамыған елдердің өздеріңіз білесіздер, көмір қышқылы газы көп шығатын елдерге сондай жаңағы үлестерді беріп пайда тапқысы келеді. Яғни бір елге барып, сол жерде квота алып, ол жерде жаңағы өздерінің технологияны енгізіп, парниктік газдардың көлемін қысқартып, сол көлемді әлемдік деңгейде қажетті мемлекеттер сатқысы келеді. Бірақ біздерде ол міндеттеме бар. Сондықтан келген инвестор барлық жұтылған немесе қысқартылған көмір қышқыл газын немесе басқа да парниктік газдарды түгел алып кетпеу керек. Осыған байланысты біз норма енгіздік. Егерде технология келіп парниктік газдарды қысқартатын болса, 50% сол қысқартылған көлемнің үлесі Қазақстанда қалу керек. Ал енді жаңағындай жұтып алатын орман массивтерін егетін болса, ол жерде ағаштардың деңгейіне байланысты жұтып алу 10%-дан 30%-ға дейін біздің мемлекеттің үлесінде қалады. Себебі бізде ағаш егу, оны өлтірмей ұстап отыру көп қаражатқа жетеді, инфрақұрылымды қажет етеді, суды қажет етеді. Міне осыларды ескеріп, біздер осындай норма қабылдадық. Яғни мемлекеттің мүддесін бірінші орынға қойдық. Үшінші мәселе, бұл енді тұрмыстық қалдықтар мен жалпы қалдықтарға қатысты мәселе. Бұл да кенже қалып қойған бір бағыт. Осыған орай қазір жергілікті әкімдіктерге біз құзыреттер беріп жатырмыз. Соның бірі мына бейберекет шашылып жататын қоқыстар болады, иесі жоқ. Олар кімнің құзыретінде, кім оны жинау керек, қалай іске асыру керек дейтін мәселе заңмен реттелмеді. Осыған байланысты қазір жергілікті атқарушы билік осыған жауапты болады. Екінші мәселе, осы сұрыптау, тасымалдау, оларды жинақтау, тұрмыстық қатты қалдықтарды. Бұл да жалпы басқару деп аталады. Бұны да жергілікті билікке беріп жатырмыз. Бұрын осы қатты тұрмыстық қалдықтардың шектік тарифін орталық бекітетін, енді оны жергілікті жерге беріп жатырмыз. Өйткені әр жердің жағдайы әртүрлі, инфрақұрылымы әртүрлі, технологиялар әртүрлі. Соған байланысты енді жергілікті жердегі әкімдіктер өздері бекітеді шектік тарифті. Одан кейін осы жергілікті әкімдіктер жаңа айтып отырған сұрыптап, оны арнайы транспортпен тасуда солардың мойнына жүктеледі және солар ұйымдастыру керек. Тағы бір айта кететін мәселе, мына қатты тұрмыс қалдықтары болсын, жалпы өндірістік қалдықтар болсын, олардан шығатын әртүрлі шикізаттар бар, екінші рет пайдалануға болатын. Сол мәселеде байланысты нормалар енгізілді. Яғни қалдықтардағы пайдалы дүниелерді, мысалы құрылыс саласына пайдалануға болады, немесе басқа да салаларға пайдаланып, екінші шикізат көзін
реттейтін осы нормаларды енгіздік. Тағы бір айта кететін мәселе, мына қауіпті қалдықтар бар, оның ішінде медицинаға қатысты. Бұл жерде де біздер жаңағы лицензиялық талаптарды қатаңдаттық. Сондықтан бұл жерде енді қалай болса солай бұндай қалдықтармен, отты қауіпті қалдықтармен жұмыс жасау мәселесі де қатаң бақылауда болады. Ол да бір тәртіпке енгізіліп жатыр. Тағы бір айта кететін норма, бұл енді өздеріңіз жақсы білесіздер, мына экологияны таза ұстау, қоршаған ортаға зиян келтірмеу жалпы мәдениетке байланысты. Сол экологиялық мәдениет, экологиялық сана әр адамның бойында болу керек. Бір қызығы, осы экологиялық кодексті қабылдаған кезде арнайы шаралардың тізімі бар қоршаған ортаға қатысты. Сонда бұл мәселе кірмей қалған. Біздер осы заңды жазған кезде арнайы осы мәселені қарастырдық. Яғни экологиялық білім беру мен ағартушылық мәселесі де осы заңға енгізілді. Яғни ол негізгі талаптардың бірі болып есептеледі. Сондықтан азаматтарымызды экологиялық жағынан сауатты қылу, олармен жұмыс жасау, ағартушылық жұмыстармен жұмыс жасау, бұл да біздің мемлекеттің бір маңызды бағыты болу керек. Тағы бір енгізілген бір жақсы норма бар, оны Тау Нұргүл деген әріптесімен бірге енгіздік. Бұл энергоутилизация. Мына мусор, қатты қоқыс қалдықтарды жаққан кезде біз арнайы технологиялар пайдаланамыз. Ол норма бар болған, бірақ сол қолданылатын технологиялардың экологиялық талаптарға сай болу керек дейтін мәселе қалып қойған екен. Міне осы норманы біздер енгіздік. Егерде біз қатты тұрмыс қалдықтарды жағып, одан жылу немесе электр энергиясын алатын болсақ, бұл жерде де сол технологиялар, сол комбинаттар немесе зауыттар немесе станциялар экологиялық талаптарға қатаң сай болу керек. Қоршаған ортаны бүлдірмеу керек, өздеріне шығатын шығарындылармен. Енді тағы бір айта кететін мәселе бар. Осы заңның айнасында басқа да заңдарға кірдік. Соның бірі мына жер кодексі. Өздеріңіз жақсы білесіздер, жердің құнарлығын пайдаланушылар бір деңгейде ұстап отыру керек, өздерінің бонитетінен төмен түсіріп алмау керек. Қазір топыраққа қатысты заң қабылданды, ол қазір сенатқа жіберілді. Енді кімдеген өзінің жерінің құнарлығын төмендетіп алса, онымен жұмыс жасамаса, оны дұрыстау бағытында оның жері мемлекет қайтарып алатын мүмкіндік бар. Бірақ қолдасаң заң бойынша, егерде жерді рационалды және кешенді тиімді пайдаланбаса, оны бір жылдың ішіне алып кетеді дейтін норма болған. Біздер оған өзгеріс енгіздік. Көптеген осы әріптестеріміз тарапынан бұл нормаға қарсылықтар болды, бірақ біздер айттық, кешірерсіздер, Қазақстанның бүкіл территориясын бір жылда жаңағы қатаң нормамен қайтару дұрыс емес. Себебі әр өңірдің, тіпті бір өңірдің өзінде топырақтың құнарлығы әртүрлі. Соған байланысты, бал бонитетке байланысты, топырақтың құнарлығына байланысты қайтарып алатын мерзімі немесе оны қайттан восстановление, өзінің орнына қалпына келтіру уақыты әртүрлі болу керек. Біз фермерлерге, шаруа қожалықтарына мүмкіндік беруіміз керек ол жерлерін қалпына келтіруге. Сондықтан егерде оның бал бонитеті жоғары болатын болса, оған бір жыл берейік. Мысалы қара топырағы бар, құнарлы, бір жылдың ішінде оны қалпына келтіруге мүмкіндік болатын болса, оған бір жыл берейік. Ал егерде мысалы Қызылорда сияқты, Түркістан облысының кейбір жерлері, Атырау, Ақтөбе, Ұлытау, Маңғыстаудың көптеген жерлері бұл аридтық зона болып есептеледі. Бұл жердегі топырақтың құнарлығы өте төмен. Оларды қайтадан қалпына келтіру үшін уақыт керек, қарайған уақыт керек, қаржы керек оған. Сондықтан жаңа айтып отырған бал бонитетіне байланысты біздер 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл деп сондай градация, дифференциация жасадық. Яғни ең бонитеті төмен, бал бонитеті төмен, мысалы 20-дан төмен болса, оған 5 жыл беру керек дейтін норма енгіздік. Рахмет айтамыз. Осы министрлік, ауыл шаруашылық министрі бізді қолдап осы норма өтті. Енді соңғы айтатын бір жақсы норма енгізілді. Бұл өткенде де осы парламенттің жалпы отырысында біраз
пікірталас болған, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Біздің кейбір әріптестеріміз осы экологиялық бақылауға қатысты өздерінің пікірлерін білдірген. Бірақ басты мақсат халықтың қауіпсіздігі, қоршаған ортаның сақталуы. Осыған орай біздер норма бердік. Сол келіссөздер кезінде осы компромиссный нұсқаға келдік. Яғни бізде экологиялық нысандар, жалпы өндірістік нысандар, экологиялық кодекске байланысты 4 категорияға бөлінеді, өздерінің қауіптілігіне байланысты. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші болып. Сол бірінші, екінші категорияны, қауіпті нысандарды, егерде ол жерде авария немесе жеке тұлғалардан немесе заңды тұлғалардан, басқа да мемлекеттік органдардан, немесе кешенді тексерудің нәтижесінде, болмаса арақашықтан тексеру нәтижесінде заң бұзушылықтар, экологиялық қылмыстар анықталатын болса, онда экологиялық бағытындағы инспекторлар, экология департаменті алдын ала оларға айтпай, бірақ прокуратураны ескертіп, оларға кіріп тексере алады. Себебі көптеген жаңағы компаниялар жауапкершілігі төмен. Олар осындай шығарындылар әдейі шығарады, тазалағыш қондырғыларды немесе таза экологиялық жағдайды қамтамасыз ететін технологияларды пайдаланбайды, қаржы салғысы келмейді, қоршаған ортаны тазалайтын шараларды іске асырғысы келмейді, қаржыны үнемдейді, сөйтеді, әдейі бүлдіреді. Бірақ біздің экологиялық қадағалау органдары, бақылаушы органдар оған кіре алмайды. Олар кіреміз дегенше, рұқсат аламыз дегенше, барамыз дегенше, ескерткенше, олар өзлерінің бәрін бүлдіріп жатқан экологиялық қылмыстарын тазалап, жинақтап үлгереді. Бұл мәселе енді осындай резонансты болғаннан кейін жан-жақтағы мемлекеттік органдармен біздер келіссөз жүргізуіміз керек, олармен келісуіміз керек, олармен ақылдасуымыз керек. Бір айтатыны, президент әкімшілігі бізді қолдады, рахмет оларға, ол жігіттерге. Одан кейін ең бастысы осы экология министрі Нысанбаев мырза бұл мәселеде өте жақсы белсенділік көрсетті. Спикер Қошанов бізді қолдады. Ең бастысы осы атқарушы биліктің басшысы осы мәселелерге тікелей жауапты премьер-министр Бектен Абай Олжасұлы да осы біздің нормамызды қолдады. Сол үшін осы азаматтарға көп рахмет айтқым келеді. Бұл елдің мүддесі, бұл мемлекеттің мүддесі, бұл халықтың өмірі, халықтың денсаулығы және қоршаған ортамыздың таза болуы. Әсіресе бұл біздің президентіміздің тапсырмасы. Таза Қазақстан тек қана күнде сыртқа шығып қоқыс жинау емес, бұл жалпы осы өндірістердің жалпы қандай да болмасын кәсіпорынның қоршаған ортаны таза ұстап, өздерінің экологиялық саясатын дұрыс жүргізу керек. Және бұл конституцияға енген нормалар, экологияны таза, қоршаған ортаны таза ұстау мәселесі. Сондықтан бұл жерде бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бұл норманы бүгін қабылдадық. Бұл қажетті норма, себебі біз алдын алуымыз керек. Халықтың өмірі, әл-ауқаты, оның айналасының дұрыс болуы бұл мемлекеттің басты міндеттерінің бірі. Сондықтан құрметті әріптестер, құрметті осы заңға атсалысқан менің басқа мемлекеттік органдарда, парламенттің басқа жерде қызмет істеп жатқан біздің әріптестерімізге көп рахмет айтам. Көп еңбек болды, көп жұмыс жасалды. Ажар Бақытқызына осы жұмыс тобын басқарған, Нариман Абзалұлына осы консультант болған комитеттің атынан, бұлар көп еңбек етті. Министрліктің, экологиялық министрліктің барлық вице-министрлеріне, министрге, премьер-министрге, біздің әріптестерге осы алғысымыз шексіз. Құрметті ағайын, жақсы заң қабылданды. Бұйырса бұл заң президент қол қойғаннан кейін, сенат қабылдағаннан күшіне енеді. Сенат мақұлдағаннан кейін көптеген осы жақсы мәселелер осы жерде қаралды. Енді жетіспей жатқан жақтарда әлде толықтыратын бағыттар бар. Ол енді алдағы құрылтайдың депутаттарының еншісінде. Бұйырса сол кездегі әріптестеріміз бұны ары қарай жетілдіреді деген ойдамыз. Сау болыңыздар, еліміз таза болсын, бейбітшілік болсын,
жақсы күндерде кездесейік. Сау саламат болыңыздар.